Мен Қарағанды қаласында тұрамын. Жасым 17-де. 9-шы сынып бітірген соң жұмысқа орналастым. Енді барлық оқушылар және студенттер секілді бірінші жұмысым даяшы болды. Жұмыста әртүрлі банкеттерден соң үйге түн ортасына немесе таңға жақын келіп жүрдім. Ол кезде жаңа көшкен үйге ештеңе алмағанбыз. Қатты жұмыстан шаршап келген соң телефон шұқылауға немесе жай отыруға күшім жоқ. Жерге төсек салып құлай кетемін. Сондай күндердің бірінде түнде келіп, телефонымды лақтырып жіберіп, қатты көзімді жұмып, шалқамнан жата қалдым. Түннің бір уақытында бір дауыс естіген секілді болып оянып кеттім. Жай үйдегі заттар шығар деп қайта көзімді жұмып аша бергенде, есік жақтан бір адамның тұрған бейнесі көрінді. Қарасам, кішкентай қыз жүгіріп келіп үстіме секіре кетті. Денем қатты тітіркеніп, шошып, қорыққанымнан жындануға шақ қалдым. Қыз төбемде тұрып кетпей қойды. Көзімді тарс жұмып алып, қатты қорықсам да ұйықтап кетіппін. Таңертең бұл түннен аман шыққаныма қуанып, жұмысқа кеттім. Жұмыс күні әдеттегідей аяқталды. Түнде үйге қайтып келгенімде, түнде манағы қыз қайта басыма келіп тұрып алды. Сосын жаныма келіп түсініксіз тілде сөйлей бастады. Ұзақ сөйледі. Қатты қорыққаным соншалықты, қорқып тұрмын, кетші деп айтып жібергенімді байқамай қалдым. Бұл сөздер аузымнан қалай шыққанын да білмеймін. Ал ана қыз кетпейді, түсініксіз тілде сөйлеуді жалғастырып жатыр. Осылайша бұл түнде бітті. Күндер соңынан күндер өте берді. Бәрі де баяғыдай. Кішкентай қыз келуді жалғастырып, біресе аяқ жағыма отырады, біресе басыма шығып кетеді, үстіме секіреді, түсініксіз тілде сөйлейді. Жалпы 10 күн бойы үздіксіз келіп отырды. 10-шы күні түні ұйықтамадым. Енді қалай қорқытады екен деп жаттым. Қанша сүре оқысам да кетпеді. Ең қызығы, 10 күн ішінде түсініксіз тілде сөйлеп, біраз сөздер айтып кетті. Содан соң жоғалып кетті. Бірақ осы жылы үй ішіне жиһаз алғанбыз. Бір күні бөлмеме кірсем, төсегім үстінде шашын тарап маған қарап отыр. Бір кезде қасыма келіп жатып, ұзын шаштарын бетіме қарай лақтырып, төсектен итере бастады. Мен жындандым-ау деп ойладым. Жылап анама барып айтып бердім. Осылайша бұл жолы мешітке бардық. Имам бір нәрсе оқып берді. Сол кісінің айтқанын орындаған соң, әйтеуір шүкір жоғалып кетті. 2016 немесе 2017 жылдары әкемнің апасына қонаққа бардық. Әкем, анам және мен. Барып сәлем беріп қонақ болған соң, ақ дастархан басында үлкендер жиналып әңгіме айтты. Әрине, әңгіме СССРден бастап қазіргі заманға дейінгі уақытты қамтыды. Сол апамның үйінде қызана қияр қоятын қараңғы бөлме болды. Қалай аталатыны есімнен шығып тұр. Бірақ жаңағы бөлме тас қараңғы. Кірсең бірдеңе жұтып алып кететін секілді болатын. Баламыз ғой, апаммен кіргеннің өзінде де қатты қорқып денем тітіркенетін. Бөлмеде жарық жақсаң да біртүрлі қараңғы болып көрінетін. Сөйтіп жүргенде түнде болды. Үлкендер қашан жатады екен деп ары-бері паластан, терезеден қарап жүріп өзім ұйықтап кеттім. Түн ортасында қатты ұйқыда жатырмын. Түс көре бастадым. Түсімде мүгедек креслосында отырған бір ағайды көрдім. Жақынырақ қарасам, кітап оқып отыр екен. Мен де не болды бұл деп қарап тұра бердім. Бір кезде ана ағай маған қарай күлді де оқып отырған кітабын жаба салды. Шошып кеттім. Кітап жабылған кезде арасынан бір тіршілік иесі шығып, маған қарай жүгіре бастады. Тым жылдам өзі. Шошып оянып кеттім де үйдегілерге айтып бердім. Үйдегілер шаршағансың ғой деді де аластатып ұйықтата салды. Содан соң таң атып үлкендер ерте жолға шығу үшін шайға тұра бастаған екен. Сонда анам дәретханаға шығып кетіпті. Ізінен әкемнің апасы шығып көршісін көрген. Таң ата қоймаған. 4-тер шамасында. Әлі қараңғы. Басында көршісі деп ойламаған. Менің анам деп ойлаған ғой. Сөйтіп, ей Гаухар, сен бе деген. Ана көршісі апама қарай жүріп келіп қасына келген. Ол кезде апам есік алдында аяқ киімдерін жинап жатқан. Көршісі алдына келгенде апам аяқ киім алам деп ең кимей ме? Көршісінде аяқ емес тұяқ көрген ғой. Содан соң шошып бісміллә дегенде, ана көршісі күліп, қараңғы бақша арасына кіріп жоқ болып кеткен.